Ілім алуымыз керек. Жұмадан жұмаға аман есен жетіп жатырмыз ғой, дұрыс па? Бірақ осы бүгінгі жұма соңғы жұма ма, нешінші жұма өзі бізге бір Алла береді. Енді алдағы уақытта жұма жаңағы күндердің сұлтаны болса, алдағы уақытта айлардың сұлтаны Рамазан айы келе жатыр. Аз ғана уақыт қалды. Иншалла, Алла бізге сол Рамазан айына аман есен жетуді нәсіп етсін. Иманымыз әлсіреп шаршап қалдық. Рамазан айы соншалықты берекелі ай, білесіздер, Құран айы. Сахабалар Рамазан айына 6 ай қалған кезде, яғни Рамазан айына 6 ай қалған кезде, Аллахумма баллиғна Рамадан, я Раббым бізді Рамазанға жеткізші деп әр намазында дұға жасайды екен. Рамазанға жеткізші деп. Неге Рамазанға жетудің ар жағында соншалықты сауаптардың еселенуі бар, күнәлардың кешірілуі бар, жәннат есіктері ашылып, дозақ қақпасының жабылуы бар. Шайтандар болмайды ол кезде, кісенделеді, білесіздер. Ифтар, ауыз ашар уақытта дұға қабыл болады дейді. Тарауих намазы бар, хатым оқылады. Мұсылмандар сапта тұрады 1 ай бойы. Соншалықты деңгейде берекелі ай бойы сағынасың да. Соған жету деген үлкен бақыт негізі. Құран түскен ай. Құран деген ол Алланың сөзі. Ғұламалар Рамазанға дейін кітаптан шәкірттерге сабақ беріп жүреді екен де, Рамазан айы басталған кезде кітаптарын жабады екен. Сабақ беруді тоқтатады екен де, өздері де және шәкірттерін де жаңағы толықтай Құранды толық хатым етуді бұйырады екен да. Басқа сабақ берілмейді, Құранды хатым етеді. Имам Абу Ханифа болсын, үлкен ғалымдар. Сондықтан көп жерде мұсылмандар өздері Құранды хатым ете алмаса, қари кісіні шақыртып, сол кісінің артында тұрып, жоқ дегенде сол Құранды тыңдайды ғой. Кейбір жерлерде, бізде Нұр-Марат мешітінде араб ұстаздар 5 намазының алдында, ораза кезінде 5 намазының алдында, 5 намазын оқып болғаннан кейін жаңағы Құранды ашып, күніне бір парадан хатым етіп отырады. Сол кезде ана жерде шәкірттер отырады да, мысалы, енді Құран үйреніп жүрген кісілер бар, немесе жаңағы қарт кісілер бар, сөйтеді де ана кісімен бірге жаңағы ілесіп отырады. Ілесіп, көз жүгіртіп, бүйтіп оқып отырады. О да болса, иншалла, қаримен бірге Құранды хатым еткендей, иншалла сауап алады деген үміт ол жерде. Құр телефон шұқылағаннан гөрі. Мешітке байлану деген нәрсе бар. Алланың үйі. Алдағы уақытта сол Рамазан айы келе жатыр. Иншалла 2 жыл тарауих намазы оқылған жоқ, үйде болдық. Сол кезде бұл нәрсе иманымыздың әлсіреуіне қатты әсер етті негізі. Бірақ иншалла осы биылғы оразада жамағатпен сапта тұрып, имамның қаридың артында тұрып, Құран тыңдауымызды, жамағатпен құлшылық жасауымызды Алла бізге нәсіп етсін иншалла. Ілім алуымыз керек, уақыт өтіп жатыр. Мына жоғарыда айттық, бәріміз өлеміз дедік, Аллаға қайтамыз. Кейбір адамдар бар, сұрақ қояды бізге. Молдеке, осы арғы дүние бар ма дейді, яғни о дүние бар ма дейді. Бір сказка ертегі айтып отырған сияқты боласың, өйткені біз имамдар арғы дүниені айта береді, жәннат пен дозақты айта береді. Қашан айта бересіңдер дейді ғой негізі. Құрметті бауырлар, құрметті жамағат, құрметті Алланың сүйікті құлдары, біліп алыңыздар, сіздерге де сондай сұрақ қойылған кезде, қойшы, арғы дүние жоқ қой дейтін біреулер болса егерде, Алла сақтасын, Алла хидайет берсін оған. Алла Тағала сізбенен бізді осы күпірліктен құтқарды, иман нәсіп етті. Бірақ ол сөз өте ауыр сөз. Дозаққа түсіп кетуіңе болады уже, Алла сақтасын. Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ең соңғы пайғамбар. Және сондай-ақ оған дейінгі бүкіл пайғамбарлардың айтқан сөзі Құлу ла иляха иллаллах. Айтыңдар, Алладан басқа құдай жоқ деп. Яғни Алладан басқа құдай жоқ екендігіне бүкіл пайғамбарлар шақырды. Және өлгеннен кейін қайта тірілесіңдер. Арғы дүние бар. Жәннат, дозақ бар. Ертең қияметте Аллахтың алдында тұрамыз.
махшарға жинайды, қабір азабы болады. Осының былайша айтқан кезде арғы өмір ғой, арғы дүние. Бүкіл пайғамбарлар, имамдардың сөзі емес бұл. Имамдардың ғана айтып жүрген. Біз пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламның жеткізген дінін мойнымызға арқалап, дінге қызмет етіп, Алланың қызметінде жүрген дін адамымыз мысалы. Біздің мойнымыздағы нәрсе. Сондай-ақ уағыз айту, дінді жеткізу имамның ғана жұмысы емес. Мен мұсылманмын деген әрбір жүрегінде иманы бар мүмін мұсылманның міндеті. Өйткені жақсылыққа шақыру, жамандықтан қайтару әрбір мұсылманның парызы. Өздеріңіздің жаттаған ең қысқа сүресі Аср сүресі болса, Уәл Аср сүресінде уатавасау бил хақ дейді мысалы. Ақиқатты бір-біріне үгіттескендер дейді. Шындықты бір-біріне айтқандар дейді. Досыңыз егерде күнә жасап жүрсе, жақыныңыз күнә жасап жүрсе, оған сол нәрсенің харам екендігін, ол нәрсе Аллаға ұнатпайтын амал екендігін айтуыңыз сізге міндет. Қойшы, өзі біледі ғой. Білгенін істесін деп жүрсеңіз, ертең Алла сізден сұрайды. Ескерту мүмінге пайда береді дейді. Бұл міндет. Жақыныңызды жақсылыққа шақырмасаңыз, жүр мешітке барайық демесеңіз, бұл харам, Алла бұл нәрсені ұнатпайды деп айтпасаңыз, егерде Алла сізден сұрайды, неге айтпадың деп. Сондықтан арғы дүниені айту имамның ғана жұмысы емес, бүкіл пайғамбарлардың миссиясы болған. Өйткені иманның 7 шарты болса, Аллаға, пайғамбарларға, періштелерге, кітаптарға, тағдырға, өлгеннен қайта тірілу және қиямет дейді. Осының біреуін болсын жоққа шығарса, ол адам мұсылман емес. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Заликал китабу ла райба фи худа лил муттақин. Аллах Таала Құранда Бақара сүресінде айтады, міне бұл кітапта күдік жоқ дейді. Заликал китабу ла райба фи. Күдік жоқ дейді міне бұл кітапта. Худа лил муттақин, және сол Құдайдан қорқатындар үшін тура жол дейді. Аллазина юъминуна бил ғайб. Ғайб дегеніміз көзге көрінбейтін нәрсені айтамыз. Ғайб. Ал Алла, бұл өмірде біз көрмейміз Құдайды, иә. Енді ғайып қой енді. Пайғамбарларды біз көрген жоқпыз. Сіз қай пайғамбарды көрдіңіз мысалы? Көрген жоқпыз ғой. Бірақ келгендігін естідік, хабар жетті ол. Біз соны көрмесек те пайғамбарларды, иә, бізден бұрын пайғамбарлар келген деп иман келтіреміз. Ғайып. Хабар жетті, бірақ Алланың бар екендігіне хабар жетті. Періштелер бар, көрген жоқпыз, ғайып. Бұған да сенеміз. Немен? Иманмен. Егерде біз материалист болсақ, кәне, Алла сақтасын, білесіздер ма? Мен мынандай адамды көргем. Құдай бар болса, әкеліп қойшы мына жерге деген ғой. Астағфирулла. Сонда сенем деген адам көрген мен. Астағфирулла. Алла Тағала бізге иманды нәсіп етті. Сол иман көзімен біз Алланың бар екендігін білеміз. Иман болмаса, жаңағындай ауыр сөз айтамыз, Алла сақтасын. Ондай адамдар көп бізде. Ол бола береді негізі. Сондықтан Алла Тағала дүниені сүйген құлына да, сүймеген құлына да береді дейді. Ал иманды сүйген құлына береді дейді. Енді өздеріңізге сұрақ қойыңыздаршы. Демек бізде иман бар болса, біз Алланың сүйікті құлымыз ба? Иә деген сөз ғой. Алла сізді жақсы көреді. Алла сізді жақсы көреді, өйткені иманды берді да. Егер де сіздің бір жақыныңыз бір қымбат дүниені сыйға берсе, сіз оны қалай қорғайсыз? Бағалы зат қой анау енді, арман да енді. Соны берді, соны бүйтіп тастай салмайсың ғой. Қорғайсыз да. Досың берді, әкең берді. Сақтайсың. Біреулер мойнына тағып алады. Біреулер қорапқа салып қояды. Итпен күзетіп қояды. Көп қой енді. Субханалла, құрметті бауырлар, Алла Тағала бізге иманды нәсіп етті, ал ол иманды ешкім бере алмайды, сатып ала алмайсың оны ше. Ал берілген нәрсені Алла Тағала қайтарып алады екен де. Егер де біз оны қорғамасақ. Иманды қорғау керек екенбіз. Иманды қалай қорғаймыз? Иман жүректе болса, біздің айтып жүрген мына сөзіміз бар ғой. Мына сөзді көбіміз айтқан шығармыз, бәріміз айтатын шығармыз. Иманым әлсіреп кетті. Иманым әлсіреп жүр деген сөз айтамыз ғой. Бұл нәрсе сізге сигнал. Дереу сол иманыңды қорға, дереу сол иманың әлсіреген болса, сол дереу иманың күшейді деген сөз ғой кезде. Өйткені иманы әлсіреген сайын сіз күнәға көп түсе бересіз.
күнәға түскен сайын бір күні ақиқаттан алыстап, қараңғылыққа батып, бұғып, одан кейін қайтадан құлшылық жасауың, одан кейін қайтадан мешітке баруың, одан қайтадан ілім алуың қиындай береді, шайтан желкеңе отыра береді, басын салбырап, күнәға белшеңнен батып, одан кейін Алла сақтасын, діннен шығып кетесің. Ең соңғы күнәні істей берудің нәрсесі, ең соңында діннен шығаратын күнә қалып барады. Қойшы сол намазыңда деген сөздер бар мысалы. Басында жақсы едің ғой, жұмаға барып жүрген адам едің ғой, уағыз тыңдайтын едің ғой, не болды саған десең, қойшы. Өйткені иманы бар еді, Алла берген еді, оны сақтамаған, қорғамаған. Иманды қалай сақтаймыз? Қысқа нұсқа айтайық. Иманды сақтау керек біз. Мешітке келуді үзбеңіздер. Жұмысыңыз көп болып, қарбалас болсаңыз да, аптасына бір рет жоқ дегенде мешітке келуді міндеттеңіз өзіңізге. Бір апта мешітке келмедіңіз ба, өзіңіз айтыңыз, құрыдың, біттің сен. Алланың үйінен сен алыстадың да сен. Пайғамбарымыз ертең қияметте аршының көлеңкесінде Алланың қорғауында болатын 7 түрлі адамды айтқан кезде соның біреусі жүрегі мешітке байланған адам деді, білесіздер. Уақыт бар болса болды, уақыт шықса болды, мешітке бара беретін адамды айтып тұр да. Келіп кету емес о жерде. Құлшылық жасау, ілім алу. Сондықтан мешітке келуді үзбеңіздер. Және ілім алу, кітап оқу, уағыз тыңдау сияқты, жамағатпен, мұсылмандармен бас қосу. Бұның барлығы иманды сақтайды. Ал осының қайсы бірінен не уағыз тыңдамайсың, не кітап оқымайсың, не мешітке бармайсың, не жамағаттан қашырсың ғой. Жамағат звондаса болды, телефон өшіп тастайды. Сен неге мешітке келмей кеттің деп тиіседі анау деген сияқты. Сондықтан олай қашпаңыздар, мешітке келіңіздер, жамағатты мұсылман. Пайғамбар Мұхаммед пайғамбарымыздың мынадай әдеті бар. Бүкіл сахабасын таниды ғой, мысалы, бүкіл сахабасын таниды. Сөйтеді, егерде біреу көрінбей қалса, егерде Кәм қайда? Сәд қайда дегендей жаңағы сұрайды екен, ол неге көрінбей кетті деп. Мешіттің қызметінде болыңыздаршы. Пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи ва салламның кезінде мешіттің бір қызметші әйелі болған, тазалайтын. Бір сапарға кетіп, соғысқа барып қайтып келген кезде пайғамбарымыз ана әйел кісіні көрмей қалады. Ол қайда? Пәленше қайда деп сұраған кезде, я Расулалла, я Аллахтың елшісі, сіз сапарда жүрген кезде ол кісі қайтыс болды, біз оның жаназасын шығарып жерлеген едік дейді. Неге айтпайсыңдар маған дейді. Субханалла, пайғамбарымыз соның өзін біліп, іздеп, бұл пайғамбарлық өзінің несі? Пайғамбарға ғана тән қасиет. Жаназасын шығарып жерлеп қойса да, қайтадан барып сол кісінің, әйел кісінің жаназасын, сол қабірдің басына тұрып, жаназасын қайдан оқығаны бар пайғамбар өзі. Өйткені Алланың мешітінде, Алланың үйінің қызметінде болудың дәрежесі жоғары, көрдіңіздер ме? Пайғамбар арнайы жаназасын оқып тұр да бізден. Іздеп барып, дұға жасап деген сияқты. Сондықтан, иншалла, Алланың сондай сүйген амалдарын істегілеріңіз келсе, осы бір мешіттің қызметінде болып, қандай көмек қажет менен айтыңызшы деп бір азғантай ғана үлес қосуға тырыссаңыздар, ол өзі үлкен сауап екен. Имандарыңызды сақтаңыздар. Уағыздан, кітаптан, жиналыстан, мешіттен алыстамаңыздар. Аллах Тағала ұзақ өмір сүрсек те, қысқа өмір сүрсек те, Құдай сүйетін хайырлы ғұмыр кешуді Алла баршамызға нәсіп етсін. Алдағы келе жатқан Рамазан айына аман есен жетіп, жамағатпен сапта тұрып құлшылық жасауды, сол құлшылықтарымыздың қабыл болуын Алла Тағала нәсіп етсін. Алла баршамыздан разы болсын. Мұсылман болып өмір сүріп, мұсылман болып дүниеден өтуді баршамызға нәсіп етсін иншалла. Субханика Аллахумма бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атуба илейк. Аллаху акбар.